Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, өте тойымды моншақ әсіптерін дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Әсіп дайындау үшін бізге ең алдымен ірі қараның ішегі, өкпесі, жүрегі және еті қажет болады. Олардың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз және 2-3 дана пиязды да қосып өткізетін боламыз. Барлығын араластыра отыра ет тартқыштан шығарып аламыз. Әсіпті дайындамас бұрын ішектерді жақсылап жуып дайындап қоямыз. Мінекей барлығын ет тартқыштан өткізіп алдық. Енді бұған тұз, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және универсалды, яғни әмбебап дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Күрішімізді жуып салатын боламыз. Керекті мөлшерде су құямыз. Жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Ішектің бір ұшын жіппен байлап, екінші жағына воронканы кіргізіп, осылайша етті массамызды ішектерінің ішіне құйып аламыз. Абайлап құямыз, болмаса жыртылып кету қаупі бар. Ішектерге етті массаны жақсылап салып алғаннан кейін ішектің 4 сантиметрдей етіп, бөліп байлап шығамыз. Жеткілікті мөлшерде су құямыз және де әсіптерімізді осылай инемен бір тесіп ауасын шығарып аламыз. Отқа қоямыз және қайнағанша қақпағын жауып тұрамыз. Мінекей, қайнап қалды әсіптеріміз. Тағы да инемен кей жерлерін тесіп, ауасын шығарамыз. Және де сорпасының көбігін алатын боламыз.
көбіктерін алып болғаннан кейін отты баяулатамыз және тұз саламыз. Қақпағын жартылай жауып піскенге дейін 45 минутқа қалдырамыз. Мінекей біздің әсіптеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видео рецепттерімде өткізіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.